Баршаға сәлем, менің есімім Әсем. Сіздерге Алматыдағы топ 5 сүйікті жерім туралы айтып бергім келеді. Бүгінгі күнімді көрікті Аюсай шатқалынан бастамақпын. Мұнда автобус немесе көлігіңізбен келуге болады. Қала тұрғындары мен қонақтары жиі келетін Аюсай деп аталатын визит орталығы бар. Қалауыңызға сай, қызық тауып, кофе ішіп, серуендей аласыз. Әбілхан Қастеев атындағы мұражай қаланың ең жақсы мұражайларының бірі. Алматының дәл ортасында орналасқан. Мұражайда 25 мыңнан астам экспонат қойылғанын білесіз бе? Қазақстандық суретшілердің туындыларынан бөлек, шетелдік суретшілердің картиналарын да тамашалай аласыз. Көк базар қалағаныңыздың бәрін таба алатын Алматыдағы ең көне базарлардың бірі. Базар ауласына кірген сәттен жаңа піскен жеміс, көкөніс және түрлі дәмдеуіштердің хош иісі сезіледі. Рахмет. Көк базар жайдарлы сатушылармен тілдесіп, жергілікті халықтың тұрмысымен танысатын жер. Керемет. Платформа фуд-маркетінде тамақтанатын кез келді. Бұл жерде кезінде 60 жылдардағы ең ірі ғимарат Алматы мейрамханасы болған. Ал қазір мұнда түрлі кафе, бар және арт кеңістер орналасқан. Бүгінде 30-дан астам мекеме жұмыс жасап тұр. Фуд-маркетте дәмді ас, сусын ішіп, әр түрлі мәдени іс-шараларға қатысуға болады. Панфилов көшесі қаланың маржаны. Түрлі кафе, естелік сыйлық сататын дүкеншілер бар, шулы, атмосферасы жарқын жер. Серуендеп жүріп, көше музыканттарын тыңдап, бишілердің өнерін тамашалай аласыз. Әрі қарай Қазақ ұлттық опера және балет театрына барып, жергілікті шетелдік әртістердің өнерін тамашалай аласыз. Ал сіздің Алматыдағы сүйікті жеріңіз қандай?